Қазақ радиосында Мінбер хабары. Микрофон алдында Азамат Жомартұлы. Ассаламағалейкум, құрметті радио тыңдаушы ағайын. Біз бүгінгі хабарымызда сот төрелігі академиясының 2025-2027 жылдарға арналған даму тұжырымдамасы төңірегінде сөз қозғаймыз. Ендеше студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы Жоғары сот кеңесі жанындағы сот төрелігі академиясының ғылыми білім беру орталығының директоры Ержан Егенбердиев. Ендеше Ержан Ошақбайұлы, ғасырдан астам тарих бар Қара шаңырақ қазақ радиосына қош келдіңіз. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, біз тікелей эфирдеміз. Егер тақырыпқа байланысты студия қонағына қоятын сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланысымыз 75-72-75, ал Астана қаласының коды 8-717-2. Сондай-ақ біздің эфиріміздің бейне нұсқасын Қазақ радиосының Facebook, YouTube парақшаларынан да тікелей тамашалай аласыздар. Ержан Ошақбайұлы, жалпы мынау тұжырымдамаға тақырыпқа кіріспес бұрын академияға тоқтала өтейікші. Жалпы академияның бүгін сот саласындағы негізгі орны, қызметі, қателеспесем 2015 жылдан бастап мемлекеттік басқару академиясының құрамынан бөлініп шықтыңыздар, енді одан бері қандай өзгерістер бар? Жалпы бүгінгі тыныс тіршілігі қалай болып жатыр? Осыдан бастайық жаңа. Сұрағыңызға рахмет. Академия расында да 2015 жылы мемлекеттік басқару академиясына бөлініп шыққан болатын. Дербес ерекше жоғары оқу орны ретінде. Ол енді біздің сол кезде президентіміздің қабылдаған 100 қадам аясында жасалған. Ұлт жоспар 100 нақты қадам. Иә, дәл өзі. Сол 100 қадам аясында жүзеге асырылған болатын. Негізгі мақсаты мынау енді бізде барлықтарыңыз білесіздер, мемлекеттік биліктің өзі 3 нышаны бар. Ол жаңа біріншісі заң билігі, яғни парламент дейміз. Екі палатасын бірге заң шығарушы ретінде. Екінші билік жаңағы атқару билігі дейміз, үкімет дейміз. Үшінші сот билігі. Үшінші сот билігі. Сол сот билігіне байланысты бөлек судьяларды даярлайтын, жаңа формацияда судьялар дайындайтын, және қызметтегі судьялардың жаңағы білімін қайта даярлауға, біліктілігін арттыруға арнайы жаңағы сондай мекеме керек болғаннан кейін сондай батқында жұмыс жүргізілген болатын. 2015 жылы өзде жоғары соттың төрағасы Қайрат Мамедов болатын. Ол кезде жаңағыда алғашқы ректорымыз Бейбітов Марат деген кісі болатын. Сол кісінің қолбасшылығымен жаңағы біздің академиямыз жұмысын бастаған болатын. Бүгін енді міне академия қазірінде 2024 жылдың 15 шілдесінен бастап жоғары сот емес, жоғары сот кеңесінің жанында қайта құрылып отыр. Бұл енді бізге деген жаңа белес, жаңа бағыт, жаңа міндеттер қойылып отыр. Себебі біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың халыққа жолдауында айтып кеткен болатын. Сот билігі бұл ерекше билік, яғни мемлекетіміздегі сот төрелігін жүзеге асыруында бізге сапалы кадрлар, сот жүйесінің кадрлары керек. Сол сапалы жаңағы сот жүйесінің кадрларын даярлайтын арнайы мекеме біз сот төрелігі академиясы. Енді жалпы президенттің мынау конституциялық өкілеттігін сот жүйесіне жаңағыдай судьяларды тағайындауға байланысты, судьяларды жаңағыдай айтқанда мықтыларын іріктеуге байланысты оны жүзеге асыратын жоғары сот кеңесі. Сондықтан жоғары сот кеңесі мен біздің сот төрелігі академиясын біріктіруде мақсаты сол болған. Себебі жоғары сот кеңесі жаңағы іріктеуді жүзеге асыратын мекеме ретінде, сот төрелігі академиясы сол іріктеуге дайындайтын судьяларды жаңа формация дайындайтын мекеме ретінде, оқу мекемесі ретінде. Сондықтан біз 2024 жылдың қайталап кетейін, 15 шілдесінен бастап осы Қазақстан Республикасының жоғары сот кеңесінің жанында қайта құрылдық. Олар бүгінгі таңда біздің батқында ведомство бағынысылық орган ретінде танылып отыр. Олар жалпы басқаруды жүргізеді академияға. Мынау енді жаңа баста айтып кеткен сіздің жаңа тұжырымдамамыз, академия даму тұжырымдамасы да осы жоғары сот кеңесінің төрағалық
төрағалығымен жаңағыдай бастамаға ретінде жаңағыдай алынып отыр. Енді жалпы мынау тәжірибе ғой, бізде мынау көбінде мысалға екіге бөлінеді ғой білімнің өзі де, мысалы лекция дейді, теория дейді, практика дейді деген сияқты. Енді мынау жоғарғы сот кеңесінің жанында қайта жасақталды дейді. Енді бұлардың өздері жаңағы судьяларды іріктеумен, жалпы мына кеңес берумен айналысқаннан кейін тікелей мысалға академияда да ертең болашақта мынау жаңадан судья болам деген кадрларда уже сол жүйеге дайын болып шығады ғой, солай ғой. Ал енді мынау жаңағы эфирдің басында айтып кеткенімізде, тұжырымдама туралы өзіңіз айтып бастадыңыз. Жалпы ақпан айында қабылданды 2 жылдық тұжырымдама. Бұл тұжырымдаманың 3 жылдық мақсаты туралы айтып өтсеңіз. Сот төрелігі академиясының жаңа даму тұжырымдамасы 2025-2027 жылдарға қабылданды, яғни 3 жылда жүзеге асырылу керек. Осы жылдан бастап бізде біраз осы тұжырымдама жүзеге асыруына байланысты жоспар қабылданып бекітілді. Сол жоспарға байланысты негізгі мақсатымыз білім беру, ғылыми, кадрлық және материал-техникалық әлеуетті нығайту болып табылады. Ол не үшін керек деген сұрақ қойылатын болсақ, ол жаңа сот төрелігінің заманауи талаптар мен міндеттеріне сәйкес келетін жоғары білікті судья кадрларын тиімді даярлауға ықпал етеді. Енді бұл негізгі мақсатты жүзеге асыру үшін осы тұжырымдамада өзінің 6 бағыты бар. Стратегиялық 6 бағыты бар. Тоқталып өтсеңіз әрқайсысына қысқаша. Бірінші бағыты бұл жаңа жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасын жетілдіру. Екінші бағыты бұл қосымша білім беру жүйесін дамыту. Үшінші бағыты бұл академияның қызметін ғылыми құраушысын жаңғырту. Төртінші бағыты бесінші бағыт академия материал-техникалық инфрақұрылымын жақсарту. Және соңғы 6-шы бағыты бұл жаңағыдай академияның оң имиджін нығайту. Енді әр бағыттың өзінің жаңағыдай айтқанда жүзеге асырудың тиісті қадамдары бар. Ол қадамдарын айтатын болсақ, әрине біраз уақыт кетеді, себебі 3 жылға жоспарланған тұжырымдама онда. Мен негізгі сол біріншісіне тоқтап кетейін. Білім беруіне байланысты. Негізде жоғары сот кеңесінің жанындағы сот төрелігі академиясының өзінің кезінде қабылданған президенттің жарлығына сәйкес 3 бағыты бар, қызмет бағыты бар. Біріншісі жаңағы білім беру бойынша жұмыс атқару, екіншісі жаңағыдай сот жүйесіндегі кадрлардың жаңағы біліктілігін арттыру, үшіншісі ғылыми қызметпен айналысу. Сондықтан байқасаңыздар, бірінші білім беру болғаннан кейін, осы білім беруге байланысты біздің осы тұжырымдамада бірінші бекітіліп отыр. Білім беру дегеніміз не? Бұл қазіргі таңда сот төрелігі академиясы магистратура аясында жаңағыдай жаңа формациядағы судьяларды дайындап жатыр. Бірақ болашақта біз енді осы жоғары оқу орнынан кейінгі толық айтқанда бағдарламасын жүзеге асыру үшін тағы да докторантураны ашсақ деген. Яғни түсінуімше қазір тек қана магистратура бағытында ғана білім бересіздер, солай ғой, иә? Қанша мысалға осы білім алушы бар қазіргі таңда? Қазіргі таңда 100-ден астам, 100-ге жуық дейік. Егер дәл айтатын болсақ, 97 магистрант. Енді 97 магистранттың ішінде 60-ы бізде мемлекеттік тапсырыс аясында, қалғаны жаңағыда біздің ақылы негізде білім алып жатыр. Енді сұрақ туындауы мүмкін, неге жаңағы ақылы деп мемлекеттік салада деп. Бұл бір жағынан жаңағыдай балама жолы мүмкіндік беру. Бәріне жаңағы оқуға түсіп, болашақ жаңағы өзінің қызметіне байланысты көруге. Негізі бір шектеу бар ма? Мысалға бізде шыны керек, бакалавр мамандықтарында шыны керек бір дұрыстап бір іріктемесе қазір қиын өзі. Болашақта біз мемлекет басшысының өзі де айтады, жұмысшы мамандықтар жыл аясында осы қарапайым еңбеккерлердің мысалға мәселесін көтеру керек, олардың мысалға осы қоғамдағы орнын арттыру керек деген сияқты мәселені айтамыз. Бірақ жұрттың бәрі жаңағы заңгер болады, жұрттың бәрі болмаса экономист болады. Мысалы бітіріп отырған бакалавр кез келген университеттерді қарасаңыз, заң факультеті болсын, экономика факультеті болсын, шаш етектен оқып жүрген студенттердің саны. Көбісі жаңа грант алып алады, болмаса әке шешенің күшімен оқиды, ақшасымен, бірақ бітіргеннен кейін ол сол салада қызмет етпейді.
Ал енді мына заң саласының өзінде де бір жаңағы лимит деп отырғаным сол ғой. Сіздерге мысалға мемлекеттік қажеттілік жаңа тапсырыс аясында 68 дедіңіз ба? 60 адам, иә. Ал енді өздері де мысалға ақшамен келіп оқып отырғандар бар. Олардың бәрі ертең мысалға қамтамасыз ете ме қызметпен? Сол жағы. Мысалға ақыл негізде одан да асып кетуі мүмкін саған. Түсінікті, сұрағыңыз рахмет. Енді осы бағытқа байланысты қазір таңда жоғары сот кеңесінің төрағасының басшылығымен, яғни Дмитрий Михайлович Малаховтың бастамасы бойынша бізде айтқанда жиі отырыстар болады. Сол отырыстарды жаңа талқылап осы білімді қалай ары қарай дамыту керек дегенде заң білімін. Ол жаңа айтқан проблемамыз расында бар, ол бакалавриат деңгейінде. Біз айтырмыз магистратураны оқытып жатырмыз деп. Бірақ сот жүйесінде қазір жаңағыдай судьялардың жетіспеушілігі бар. Енді біреу жаңағыдай өзін мерзім келуімен жаңа жұмыстан шығады, біреулер жаңағы ерте шығады, шыдамайды, жаңағы сот жүктемесіне шыдай алмайды. Болмаса мысалға соңғы жаңалықтардың өзі мысалға қосымша мысалға бірнеше облыстар ашылды, оның өзі де мысалға рөл ойнайды ғой. Иә, бар. Сол алыс мекенжайларға судьялыққа кейбіреулер бармайды. Бізде ондайлар бар, алыс мекенжайларда әлде жаңағыдай ваканттық орындар бар екен судьялар. Барғысы келмейді, көбісі жаңағы ірі қалаларға, облыс орталықтарында жұмыс істегісі келеді, себебі өздерінің болашақ отбасыларымен, бала шағаларымен тәрбие білім берумен байланыстырады ғой, ол түсінікті ғой. Сондықтан осы бағыт бойынша біз қазір магистратураның несін 60-тан ұлғайтсақ деген ойымыз бар. Ұлғайтсақ деген, оны жаңа төрағаның өзі, жоғары сот кеңесінің төрағасының өзі бастаманы қолдады. Енді ол бастаманы қолдаумен ары қарай бізде тиісті жұмыс жүргізілу керек. Жаңа қаржы министрлігімен, басқасымен себебі ақша бөліну керек. Әр орынға тиісті мемлекет тарапынан ақша бөліну деген сөз. Егер сол жұмыс жүзеге асыратын болса, магистратура жаңа 60 орын емес, одан да көбірек болады. Ал мынау докторлық бағыт бойынша бұл қай уақыттарда ашылуы мүмкін? Докторлық бағыт бойынша бізде жоспар бойынша ол осы жылдың аяғына қарай ашылу керек. Жоспар бойынша. Яғни осы жылдың. Бұның да қабылдау мысалға процесінің академия сияқты бола ма? Жылына 2 рет қабылдап, мысалы бізде мемлекеттік басқару академиясы магистранттар болсын, докторанттар болсын, бір ғана емес, жылына 2 кезең ғой, емтихан кезеңдері солай қабылдай ма, қалай болады? Бізде әзірше бір кезеңде, ол жаңағыда тамыз айында. Тамыз айында жаңағы емтихан несі өтеді, процедурасы өтеді, содан кейін жаңағы қыркүйек айынан бастап оқу басталады. Ал енді мына магистратураға түсу үшін міндетті түрде жаңағы бакалавр мамандығы заң саласымен байланысты болу керек қой, солай ғой? Болу керек. Жоғары заң білім болу керек. Жоғары заң білім деген сол бакалавриаттың бар болған деген сөз. Одан бөлек әрине бізде жаңағыдай академия түсу үшін басқа да талаптар бар. Ол бірінші талаптардың бірі әрине Қазақстан Республикасының азаматы болу керек. Екінші талабы жасына байланысты. Жасы 29 жастан кем болмау керек. Себебі конституциялық заңда сот жүйесінің судьялар мәртебесі туралы жасы бойынша 30 деген. Бізде бір жыл оқу бар, сонымен жаңағыдай 29 жаста түссе, бір жыл оқыса, сонымен 30 жасқа толып ары қарай судьялыққа түсе алады деген сөз. Үшінші талабы жаңағыдай біліміне байланысты. Мен айтқан жаңағы жоғары заң білімі болу керек деген сөз. Және соңғы келесі талабы, төртінші талабы ол жаңағыдай еңбек өтілі. Еңбек өтілі заң саласы бойынша кем дегенде бүгінгі таңда бізде 5 жыл болу керек. Сол осы талаптар, төрт талаптарға сәйкес адам ғана үміткер болады оқуға түсуге. Ал енді мысалға мынау кәдімгі негізі қазіргі судья қызметінде судья болып қызмет ететін мысалға азаматтар бар, олар жаңа магистрлік бағытта оқуға түседі, енді оқуын аяқтап келгеннен кейін сол жұмыс енді қатар жүре береді ғой, бірақ оның жұмысында қандай пайдасы бар бұл академияның магистрлігінің мәселесі ол? Қызмет өсе ме, қалай болады? Жоқ. Қандай сіздерде мысалы қандай гарантия бар оқып болғаннан кейін оларға жалпы болашағына? Сұрағыңызға түсіндім. Бұл жерде айтып отырмын, біз енді болашақ судьялыққа дайындық жүргіземіз. Ол бір жыл ішінде жүргізілетін жұмыс. Сондықтан бізге оқуға түсетіндер судья боламын деп түсетіндер. Академияның ерекшелігі өзге оқу орындардан қарағанда академия жаңғыз ғана мекеме. Сот білім беретін жаңғыз ғана мекеме республика бойынша бізде. Осы білімді алам және судья болам деген адамдар бізге келеді. Академияда жаңағыда бірінші ол аяқтағаннан кейін, магистратураны аяқтағаннан кейін ол құқық мамандығы бойынша құқық магистрын дипломын алады. Одан кейін келесі кезеңде сол академияның ішінде ол бірден жаңағыда біліктілік емтихан тапсырады судьялыққа. Біліктілік емтихан тапсырғаннан өткеннен кейін бітті, енді келесі конкурсқа қатысады.
бос ваканттық конкурс атсады. Осы өткен жылдың несі бойынша, көрсеткіш бойынша бізде 97% түлектері судьялыққа тағайындалды. Бір жылдың көрсеткіші ма, әлде осы уақытқа дейін ба? Соңғы 3 жылдың ішінде 90% түскен жоқ. Соңғы 3 жылдың аяғында. Ал жалпы енді осы 2015-тен бері бөлініп шыққаннан бері қанша азамат осы судья лауазымына осы сіздердің академияны бітіріп барды? Енді бізде 2015 жылы магистратура жаңағыдай 2 жылдық болған. 2 жылдық болғанда жаңағыдай сонда 120 адам болды. 60 адам, 120 адам болды. Сондықтан енді орта есеппен қазір 600-ден астам адам бар онда. 700-600-ден астам адам бар. Енді олардың жаңа сіздің сұрағыңызда басын айтып кеткен мемлекеттік басқару академиясынан шыққан кезде алғашқы жылдары мынау біздің сот төрелігі академиясы нақты талап қоймаған шарттарда міндетті түрде жаңағы мемлекеттік тапсырыс аясында судьялыққа тапсырасын деп талап қоймаған болатын. Яғни әр үміткер өзінің жаңа мүмкіндігін көріп, содан кейін жаңа негізгі басында жұмыс істеген жұмысында қайта оралып, ара жұмысын жалғастыратын. Соңғы қазір 4-ші жыл болды, біз жаңағы тиісті шартқа, қабылдау кезде тиісті нұсқамаларға бәрін бекітіп қойдық. Оқуға түскен міндетті түрде судьялыққа тапсыру керек. Судьялыққа тапсырмаса, онда ол мемлекеттің бөлген ақшасы міндетті түрде қайтару керек. Өз еркін қайтармаса да сот арқылы қайтарылады. Енді Ержан мырза, эфиріміздің соңында бір соңғы сауалдардың бірі болсын. Жалпы судья азаматтарды, көбісі мысалға судьяларда азаматтардың, адамдардың тағдырын шешеді деген мәселені айтып жатады да. Ал енді былай түсініп қарайтын болсақ, ол өзінің жұмысы, ол жұмыста мысалға салқынқандылықпен ешқандай эмоцияға бармай, заң аясында әрекет еткендіктен солай көрінетін шығар. Енді ол жерде мен өзім ойлаймын, жеке әр адам өзінің тағдырын өзі шешеді. Өйткені ол жаңағы бір судьяның алдына, соттың алдына бармас бұрын әрекетінде ойлану керек пе, оған мысалға не үшін барды? Ол бір заңды бұзған үшін барады ғой. Енді осындай мәселелерге қатысты қандай пікір айтасыз? Мысалға осы судьяларға, осы сот процестерін жүргізген кезде басты ұстаным ретінде академияның тарапынан қандай мысалға нұсқаулықтар беріледі? Осы турасында айтсаңыз. Енді сол бір жылдың ішінде олар теориялық білім алады және практикалық дағдыларын алады. Теориялық білімді жаңағыда заң ғылым саласындағы жаңағы кандидаттар мен докторлар, профессорлар, доценттер сабақтарын береді. Олардың арасында жаңағы судьяларымыз да бар. Қазір сот жүйесінде жаңағыдай сот төрелігін жүзеге асырып жүрген судьяларымыз да бар, отставкада судьялар бар. Олар да өздерін жаңағы келіп жаңағы бізге балаларға өздерінің білімдері мен тәжірибесін бөліседі. Екіншісі жаңағыда тағылымдама, яғни практикалық дағдыларды алу. Ол осының біздің Астана қаласының жаңағы ауданда оған тиісті судьяларында өтеді. Ол кем дегенде 4 ай. 4 ай бойы жаңағыда сол біздің болашақ судьяларымыз, яғни магистранттарымыз, сол сотта жүріп, тікелей әр процеске қатысады. Азаматтық, қылмыстық, әкімшілік. Сол процесте көріп, жаңағыда сол іс бойынша негізгі судьямен бірге жаңағы жұмысты көреді, жасап. Сот актісін жасайды, соттың шешімін толтырады, сот документін толтырады. Жаңа процесте өзі көреді. Бастан аяқ сол жерде жүреді ғой. Соны көріп, өзі арқылы өткізеді. Судьялықтың қызметі қандай екенін. Содан кейін жаңағы емтихан тапсырған кезде, сол емтихан тапсырған практиканы жаңағыда тәмамдап болғаннан оның емтиханын тапсырады. Құжаттарын тапсырады, есебін береді. Сол есебін қорғай білсе, одан кейін жаңағы емтихан тапсыра білсе, онда жаңағыдай осы магистратураны тәмамдайды, аяқтайды. Одан кейін барып білікті емтихан тапсырады. Яғни ол дегеніміз болашақ судья академия арқылы өткен кезде өзі бірнеше жаңағы неден өтеді, сыннан өтеді. Бір жыл бойы оқып сыннан өтеді. Содан кейін барып іріктеуден өткеннен кейін барып жаңағы судьялыққа келеді. Енді біздің түлектеріміз қатарында айтып кету керек, біраз жаңағыдай азамат пен азаматшаларымыз өздерін деңгейін көрсетуде. Біз оны естіріп жатырмыз. Республикалық бойынша байқаулар бойынша ең мықты сот актілері ол жаңағы сот төрелігі академиясы түлектері деп айтады. Осындай нелердің қатарында жаңағы мысалы сот жүйесінде де өздерінің судьялар нелері болады. Сот актілерін жаңағыдай дұрыс қабылдамаған, немесе жаңағыдай қате қабылдаған дегенде, олардың қатарында көрініп отқан жоқ.
Жалпы енді қорыта келген кезде мына республикалық мынау сот саласында сіздердің академияның бір түлектер, білікті түлектер базасы қалыптасып үлгерді осы уақытқа дейін, солай ғой? Ержан Ошақбайұлы, тұшымды сұхбатыңызға алғыс білдіреміз, алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Рахмет. Сіздерге де. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен біз бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Аман, сау болыңыздар.